Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қыс мезгіліне қызанақтарды сақтаудың әдісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен мен банкамды және қақпағын ыстық суда булап алдым. Қызанақ пен сарымсағымызды жуып тазалап қойдым. Енді банкамыздың ең астыңғы бөлігіне зонтик укропын саламын. Содан кейін сарымсақты және қызанақтарды салып шығамын. Осы сәтте лавр жапырағын қосып салып жібереміз. Барлығын түгел салып болғаннан кейін сақырлап қайнап тұрған суымызды банкамызға толтырып құямыз. Банкамызды 20 минутқа осы қалпында қойып қоямыз. 20 минутқа қойып қоюымыздың себебі біз қосып отырған көкөністің микробтарының барлығы ыстық суда өлуі керек. Міне бізде 20 минут уақыт өтті. Енді банкамызға ірі қара бұрышымызды қосамыз және көрсетілген мөлшер бойынша тұзымыз бен қантымызды саламыз. Біз сірке суын қоспайтын болғандықтан оның орнына сақтық үшін 2 таблетка аспирин қосып жібереміз. Банкадан шыққан суды қайнатып, қайтадан банкаға құятын әдістер бар екен, бірақ көріп отырғандарыңыздай мен ол әдісті қолданбадым. Қайтадан жаңа су құйдым. Банкамыздың қақпағын жауып болғаннан кейін осылай банкамызды ары-бері аударып, ішіндегі қанты мен тұзын жақсылап ерітіп аламыз. Енді осы банкамызды төңкеріп, жып-жылы етіп орап қоямыз. 24 сағат өткеннен кейін, яғни әбден суыған кезде сақтайтын орындарыңызға апара берсеңіздер болады. Міне біз осылай қызанақтарымызды қысқа сақтап қойдық. Сенімді әдістердің бірі болғандықтан сіздер де осылай жасап көрсеңіздер болады. Қазіргі еткен еңбектеріңіз қыста көретін рахат болғандықтан мен алдағы уақытта да өз каналымда банка жабудың түрлі әдістерімен бөлісетін боламын. Егер сіз каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп қойыңыз. Осы видео сізге пайдалы болса, лайк басып, өз пікіріңізді қалдыруыңызға болады. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Тағамдар каналы.